Саламатсыздар ма? 10 сәуір 5 сыныпта қазақ тіл сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жеті қарақшы туралы аңыз. Оқу мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Екінші мақсатымыз төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жылдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Балалар, сіздерге мынадай тірек сөздер мен жетекші сұрақтар беріліп тұр. Осы арқылы біз негізгі ойды анықтайық. Жеті қарақшы, темір қазық, бегі, капелла, үркер, сұлу сары деген тірек сөздер беріліп тұр. Сонымен қатар жеті қарақшы қандай жұлдыз, темір қазықты қалай атайды, жеті қарақшының рөлі қандай, үркер неге жеті қарақшыдан қашып жүреді, жеті қарақшының мақсаты не? Бұл аңызды кім шығарды? Осы тірек сөздер мен сұрақтарды пайдалана отырып жауап беріңіздер. Сіздер жақсы жауап бердіңіздер. Бұл жеті қарақшы, темір қазық, вега, капелла, үркер, сұлу сары деген жұлдыздар екенін білдіңіздер. Әрине, бұлардың барлығының өзіндік маңызы бар екенін де айттыңыздар. Ендеше 60-шы беттегі 6-шы тапсырмадағы 1-ші бөлімді оқыңыздар және өзің берген жауабымен салыстырыңыздар. Ұқсастық бар ма? Қандай айырмашылық бар? Соны айыра қойыңыздар. Енді төл сөз бен төлеу сөз, автор сөз туралы біздер өтіп жатырмыз. Соның ішінде бүгін төл сөз сөйлемдегі үтір қойылатын орындарды танысамыз. Әуелі төл сөз, одан кейін автор сөзі келгенде, төл сөз болып тұрған сөз хабарлы болса, үтір мен сықшыдан кейін автор сөз жазылады. Мысалы, білмегенді біле бер, деді Шәкәрім Құдайбердіұлы. Екінші, автор сөзі төл сөз болып тұрған тұтас сөйлемде екіге бөліп тұрса, автор сөзінің екі жағында үтір мен сықша қойылады. Мені, деді Амантай далаға шыққан Асқарға, губернатор шақырған екен. Осы жердегі мені губернатор шақырған екен деген төл сөзде деді Амантай далаға шыққан Асқарға автор сөзі. Сонда автор сөзі төл сөздің ортасында келсе, екі жағынан да сықша қойылып, үтірмен ажыратылады екен. Балалар, сіздерге тапсырма. Жұлдыздар тақырыбындағы төл сөз бен автор сөзіне мысал болатын шағын мәтін құрау, төл сөз бен автор сөзінің орын тәртібін сызба түрінде көрсетіңіздер. Үлгі: табиғаттағы өзгерістер аспан шырақтары мен жұлдыздарға тікелей байланысты, деді Асқар. Бірінші төл сөздір, одан кейін үтір сызықша автор сөзі. Міне, біз мәтінімізді жазып, соның ішіндегі төл сөз бен автор сөзін сызба арқылы көрсетеміз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.